құрметті достар, сіздермен бірге Венерахан. Бұл қызықты психология каналы. Бүгінгі видеомызда ашу туралы айтатын боламыз, және ашуланған кезде қандай іс-әрекеттер жасауға болады, сол туралы. Ашуланған кезде ашуды басуға арналған іс-әрекеттер мыналар. Бірінші, қағазды жұмырлау және жырту. Қағазды жұмырлап бүктеп жыртасыз. Боксерлық алмұртты немесе көпшікті ұру. Екінші. Үшінші, аяқпен жерді ұру. Ашуланған кезде өз-өзіңізді ұстай алмай жатсаңыз, аяқпен жерді ұрасыз. Төртінші, ватман қағазынан жасалған стаканға айқайлау. Бар даусыңызбен айқайлау. Ватман қағазынан жасалған стаканды аласыз да, бар даусыңызбен ашуыңызды шығарып айқайлайсыз. Келесі, бесінші, бетіңізді салқын сумен жуасыз. Қатты ашуланған кезде не істеріңізді білмесеңіз, бетіңізді ваннаға барып салқын сумен шайыңыз. Немесе оған басылмай жатса, денеңізді түгел ваннаға түсіп алыңыз. Бұл қағидаларды өзіңізге, ереже ретінде алыңыз, есіңізге сақтап алыңыз. Әрекет етпес бұрын, ашуланған кезде әрекет етпес бұрын терең демалыңыз. Терең демалыңыз да 10-ға дейін санаңыз. Осыны бірнеше рет қайталаңыз. Және тағы да бір әрекет, ашуды басуға басқа бөлмеге шығып кетіңіз. Ашуланған жерден басқа бөлмеге шығып кетіңіз. Ерекше төбелескіш балаларға айтатын әрекет, төбелеспес бұрын жұмыңызда жайлап босатыңыз. Осылай 10 рет жасаңыз. 10 рет. Қатты жұмаста жайлап босатасыз. Осыны 10 рет жасасаңыз болды. Келесі, жетінші, қарапайым қағазға, бетке өзіңіздің айтқыңыз келген, ашуланған уақытта айтқыңыз келген сөздердің барлығын жазып аласыз да, мыжып лақтырып өртеп жіберіңіз. Қорытындылай кете, ашуға бой алдырма, әрқашанда өзіңді ұстай біл. Жақсылық көрсең өзіңнен, жамандық көрсең өзіңнен. Барлығы өзіне байланысты, адамның өзіне байланысты. Сондықтан да әрбір қиындықты әрқашанда жеңе білуге тырысыңыз. Өмірде өз орнын тауып, биік мақсаттарға қол жеткізуіне шын жүректен тілектеспін, досым. Видео ұнаса лайк басын, немесе тіркел. Барлығы сен үшін, досым. Сау бол.